Ешқандай таразыны қажет етпейтін, стаканмен өлшеніп, тез әрі дәмді кестеленіп, жан-жағы кеуіп қалмай, табада жабыспай шығатын блинчиктің рецебімен бөлісетін боламын. Құрамында сода болмаса да блинчиктарымыз ажурный болып шығады. Ол үшін ыдысымызға 3 дана жұмыртқа, 2 немесе 3 ас қасық қант көп болса қатты қызарып күйіп кететін болады. Сол себепті 2 ас қасық та жеткілікті. Қасықтың ұшымен тұз қосып, шайқағышпен араластырып аламыз. Үстіне 1 стакан, менде стаканның мөлшері 250 мл. Ұнымызды илеуіштен өткізе отырып 3 бөліп қосамыз. Сонда түйіршіксіз біркелкі масса шығады. Қол күймейтінде 1 стакан сүтімізді қосып, тағы 1 рет араластырып аламыз. Сақырлап қайнап тұрған 1 стакан суымызды қосып, үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді табамызға құйып пісіре береміз. Басты құпиясы табамызды жақсылап қыздырып алу керек. Қызбаған табада блины ажурный болып, яғни кестеленіп шықпайды, ал қызып тұрған табада блинчиктарымыз кестеленіп, әдемі болып шығады. Мен бұл жерде әр блины арасына 82% сары майдан жағып отырамын. Сол кезде жұп-жұмсақ, шеттері кеуіп қалмайтын болады. Достар, қазақ контенттің дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Тегін лайктарыңызды басып, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әр пікірге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздердің лайктарыңыз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ұсынған блиныйдың рецебі ұнаған болса, төменде сохранить батырмасын басып қойсаңыздар, кез келген уақытта ашып көре аласыздар. Осымен біздің ажурный болып шығатын блиныларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұржамал.